Кәсіптік техникалық мамандықтардың сапасын арттырып, жаңғырту бүгінгі күні білім саласына қойылған басы талаптың бірі. Бұл ретте елімізде білім беру бағдарламалары да заманға сай кезең-кезеңмен жаңартылуда. Мұндағы тағы бір міндеттердің бірі қызмет көрсету саласындағы модульдік құзыреттілік тәсілдеме негізінде әзірленген бағдарламаларды іске асыру болып отыр. Бүгін осы бағыттағы өзекті мәселелер бойынша Таразда семинар практикум өтті. Биылғы жылдың 1 қыркүйегінен бастап еліміздің колледждері жаңа білім беру бағдарламаларын енгізе бастады. Оның ішінде техникалық және кәсіби білім беру саласындағы оқу жоспарлары жаңартылды. Бұл өз кезегінде еңбек нарығындағы сұранысқа ие білікті кадрларды даярлаудағы ұсыныс пен сұраныс аясындағы алшақтықты жояды дейді мамандар. Семинар жұмысына еліміздің бірқатар өңірінен және кәсіпқор холдингінен өкілдері қатысып, білім берудегі модульдік құзыреттілік тәсілдері негізінде әзірленген білім беру бағдарламасының тиімді тұстарын, сонымен бірге оны оқыту ісіне енгізу тәжірибелерін талқыға салды. Әр аймақтағы осындай кәсіптік техникалық бағытта білім беретін колледж өкілдері жылдар бойы тәжірибелермен бөлісті. Тағы бір атап өтетін жайт, Жамбыл облысында 50-ге тарта кәсіптік техникалық орта оқу орындары болса, солардың бірқатары бүгінде жаңартылған білім беру жүйесіне көшіп отыр. Бұл республика көлемінде өткізіліп атқан үлкен іс-шара. Біздің облыста 15 колледж қызмет атқарып жатыр осы сала бойынша. Бұл семинардың маңыздылығы модульдік құзыреттілік бағдарламасын осы қызмет көрсету саласы бойынша кәсіпқор холдингімен бірлесе жасаған әлемдік деңгейдегі бағдарламаларды іс тәжірибені тарату, көрсету.